Баршаңызға қайырлы күн достар. Қасиетті Рамазан айында оразаның 4-ші күніне арналған ас мәзірін ұсынамын. Видеоны соңын тамашалайық. Ең алдымен ыстық тағамымыздан бастаймыз. Бұл жерде біз хинкали по-кавказски дайындаймыз. Ол үшін алдымен қамырымызды дайындап алайық. Оның үстіне бір дана жұмыртқамызды жарып, салқын тұзды суымызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз илеген кезде тым қатты, тым жұмсақ болмауы қажет. Осылай қамыр илеп болғаннан кейін пакетке салып, 15 минутқа тұндырып қоямыз. Осы кезде біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізде ең алдымен осы табамызды қыздырып алып, үстіне майымызды құямыз. Және фаршымызды саламыз. Жақсылап тұрып қуыруымыз қажет. Фаршты салғаннан кейін дәміне қарай тұзды, қарабұрышты мен салдым. Сіздер қалауынша басқа дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Енді үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жұмсаруы керек. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін үстіне 1-2 дана сарымсақты үкіштен өткізіп аламыз. Кейіннен сәбізімізді саламыз. Міне түтте самсақты салынса, ол ерекше өзін дәм береді. Енді тұндырып қоямыз осыны. Осы кезде тұндырған қамырымызды алып, мен 3 бөлікке бөлдім. Және енді әрқайсысын бөлек-бөлек жайып шығамыз. Қамырды шұқайтып жаюға тырысыңыздар, өте дәмді ерекше болып шығады. Міне мен қамырымды жайып болдым. Осылай жабысқымау үшін азғантай етіп оны сеуіп, қамырымызды орап, осылай кесеміз. Бұл жерде ұзынша 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз қамырымызды. Қамырымыздың барлығын турап болғаннан кейін үлкен табамызға суымызды құйып, суымызды қайнатып аламыз. Аздап қана дәміне қарай тұзды сеуіп, қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымызды осылай бір-біртіндеп етіп саламыз, бір-біріне жабысқамас үшін. Міне қамырымыз дайын. Енді осыны бірден табамызға салып аламыз. Суын сорғытып. Енді біз алдында дайындаған салмамыздың майын бөлек алып, қамырдың үстіне құямыз. Яғни бұл жерде майынан құйып, қамырымыздың арасы жабысқамау үшін осылай алдымен майын құйып араластырып алуымыз қажет. Жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Әйтпесе қамырымыз арасында бір-біріне жабысып қалады. Араластырып болғаннан кейін қамырымызды осылай жан-жаққа жайып, дәл ортасына салмамызды салып шығамыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте керемет, кез келген адамның жүрегін жауып алатын тағамның бірі. Ең соңында қалауынша бетіне ас көк сепіп шықсаңыз болады. Ал енді салатымызды дайындаймыз. Бізде бұл жерде осылай салат с баклажанымен деп аталады. Ең алдымен сәбізімізді осылай кәріс теркасына өткізіп аламыз. Барын өткізіп болғаннан кейін аздап тұз сеуіп, жақсылап тұрып барын мыжып араластырып аламыз. Осы кезде біз баклажанымызды тураймыз. Баклажанды ұзынша етіп екіге бөліп, ұзынша етіп турап шығамыз. Осылай міне турап шығамыз барлығын. Турап болғаннан кейін қызып тұрған тавада баклажанымызды қуырып алатын боламыз. Баклажанды қуырғанда мұқият болыңыздар, тым қатты қызартып жібермеңіздер. Сәл жұмсарып, піскенге дейін қуырып аламыз.
Қуырып алған баклажандарымызды сүзіп аламыз. Және де сәбіздің үстіне салып, аздап қана қызыл бұрышты сарымсақты үстіне қызып тұрған майымызды құямыз сарымсақтың үстіне және де бір шай қасықтай уксусымызды құйып, жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Салатымыз осымен дайын, өте дәмді болып шығады. Кез келген адам тәбетін ашатын салаттардың бірі. Ал енді біз салаттан кейін өте тез дайындалатын самсамызды дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге оның үстіне маргаринді, аздап тұз сеуіп маргаринді езіп, осылай жақсылап езіп алуымыз қажет. Және де қаймақты жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап илеп аламыз. Осымен қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп, осылай дөңгелетіп аламыз. Және фаршымызды салып, ортасына қарай кез келген формада түйіп аласыздар. Бетін жұмыртқаның сары мен сары уызын жағып, қысып тұрған пеште 200 градуста самсамызды пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді біз бұл жерде тәттіге біздер шоколадный пирог дайындаймыз. Небәрі бір ғана жұмыртқадан дайын болатын пирог дайындаймыз. Ал енді бастайық. Ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне бір кесе қантты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір кесе сүтімізді құямыз. Жақсылап тағы да араластыруымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін бір кесе сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Бұл жерде мұқият болыңыздар. Сіздер қантты, сұйық майды, сүтті алған кезде барлығын көлемі бірдей болу керек. Енді дәл сол кесемен сіздер 2 кесе ұнды салатын боламыз. Және де арасында разрыхлительді какаоны салуды ұмытпаңыздар. Егер сіздер шоколадный пирог қаламасаңыздар, какаоны салмасаңыздар болады. Енді осының барлығын ситу арқылы өткізіп аламыз. Міндетті түрде ситудан өткізу керек, өйткені бұл жерде какаоның түйіршіктері қалып кетуі ықтимал. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мен бұл жерде 4 бұрышты формаға қойдым. Сіздер қалауынша дөңгелек формаға құйсаңыздар да болады. Еш айырмашылығы жоқ. Міне осымен пирогымыз дайын. Бетіне қалауынша кез келген глазурьді құйсаңыздар болады, құймасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Істаған оразаларыңыз қабыл болсын.